Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует Школа детского творчества. И со мной в студии Такиева Мадина және Жандыбай Виктория. День первого президента Республики Казахстан. Это государственный праздник в Казахстане, который отмечается 1 декабря. Празднование было организовано с целью признания достижений Нурсултана Назарбаева. Ал бүгін балалар шығармашылығы мектебі баршаңызды осы мерекемен құттықтайды. Take me on a date, I deserve it, babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife, buying groceries, buying what you need. You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and baking apple pie. I never learned to cook, But I can write a hook, sing along with me, sing along with me. Hey! You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you'll need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna be that special someone, tell me I'm beautiful each and every night. Woo! After every fight, just apologize, and maybe then I'll let you try and prove that you were right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Давайте поговорим про профессию президента. Президент белгілі мерзімге сайланбалы мемлекет басшысы. Президент көшбасшыға қажет қасиеттерге ие болу керек. Ең алдымен білімді, адал, жауапкерлікті сезінетін, өз еліне де, бүкіл әлемде де зор бедел ықпалға ие. Ең бастысы, өз отанын сүйетін адал болу керек. Önüm bir Astana, tanı janarı, seni ajarı. Bәрі керемет, оқсамайды басқаға, сенсің гүл өмірінің ғажабы. Жағасында естілдім, бұл тесеген жас қала, ата-баба дәстүрін сақтай бесін басқала. Көрсетеді сәулетін, арта берсін дәулетін, сенен асқан шақырым, жүрші ханым тұрбаға. Осындай Астана, өзінде мақтана. Аялаған Астанамыз бақ қосы басында, Қазақстанға шабыстан бақстар қасында. Нұры асқан Қазақстан бақтымыз расында, бағасын біл бол үрге тасыма. Сен деп шаттанам, жадырап жайнап, мен де Астанам. Бақыты бойлап, сол жақтарда, даламыз байда, шырқап тұрар көгінде асқаған. Ойға басынан байбақтай бағым бар, ол қызы бол қазақтың. Келешек сенікі жастар жанында, асуларды алындар. Сеніңдер бір-бірін, екінің үш дегенін, білікті бітірлік жастар жанында. Аялаған Астанамыз бақ қосы басында, Қазақстанға шабыстан бақстар қасында. Нұры асқан Қазақстан бақтымыз расында, бағасын біл бол елге тасыма. Сен деп шаттанам, жадырап жайнап, мен де Астанам. Бақыты бойлап, сол жақтарда, даламыз байда, шырқап тұрар көгінде асқаған. Теперь интересный факт.
В мире насчитывается 66 президентов. Самый долгий срок правления принадлежит президенту Гвинеи Теодору Обиянг – 40 лет. Наш же Ельбасы занимает 5-ю строчку в этом рейтинге. Его срок правления составил 30 лет. Мемлекеттің болашағы тек бір президентке және оның командасына ғана емес, барлығымызға, қарапайым азаматтарға байланысты. Біз рухани игілігіміз бен еліміздің белгіленген заңы бойынша еліміздің ертеңі үшін оқып, еңбек етіп, өмір сүруіміз керек. Баршаңызға назарларыңыз үшін рахмет. Сау болыңыз. Спасибо всем за внимание. Ждем вас в следующих наших рубриках. До скорых встреч! Я человек, и пусть еще школьник, но уже за многое в ответе. Я хочу прожить жизнь достойную, возложив на себя ответственность, не строя панцирь вокруг своей совести, жить не только делами личными, а готовым быть помочь окружающим. И пройдя через все испытания, сохранить в себе лучшие качества, доброту, любовь, милосердие. Если увижу, как младшего обижают, встану на защиту, не промолчу. И не только потому, что сам старший брат, а просто по-другому не могу. Я буду рядом, пусть мы не знакомы. Я буду рядом, я не могу по-другому. Ты позови меня, хватит и взгляда. Среди беды, воды, огня я всегда рядом. Я человек, не пусть еще школьник, но уже за многое в ответе. Я уважаю старшее поколение, ведь прожили они больше нашего. Как могли, берегли они родину, но теперь это наша обязанность. И для нас не составит трудности протянуть им свою руку помощи, донести сумку бабушке или дверь подержать при выходе, проводить домой по льду скользкому, подарить им улыбку, внимание. И я знаю, что так я и сделаю. И не только потому, что самому есть бабушка, а просто по-другому не могу. Я буду рядом, пусть мы не знакомы. Я буду рядом, я не могу по-другому.
способны на многое, совершая дела полезные и ведя за собой окружающих. Я прошу вас, друзья, приятели, хватит быть нам сухими песчинками. Нужно стать нам раствором каменным, быть в стране и друг другу опорою. И если вдруг беда постучится, знай, ты можешь на меня надеяться, а я могу на тебя. Я буду